Аманат партиясы Шымкент қалалық филиалының саяси кеңес бюросы мен қалалық мәслихаттағы фракциясының бірлескен отырысы өтті. Жиынға партия филиалының төрағасы Мұрат Жолдықожаев, қала әкімінің орынбасары Сәрсен Құранбек, әйелдер қанатының төрайымы Наргиза Керімбаева, сондай-ақ саяси кеңес бюросының мүшелері мен мәслихат депутаттары қатысты. Отырыста әйелдер қанатының өңірдегі әйелдердің азаматтық белсенділігін арттыруға бағытталған қызметтері мен жобалары талқыланды. Бүгінгі біздің отырысымыздың басты тақырыбы бұл әрине гендерлік саясат, теңсіз саясатын ілгерілету. Бұл бағытта елімізде өте көп жұмыстар атқарылып жатқанын өздеріңіз білесіздер. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы да бұл туралы өзінің халыққа жолдауында да барлық берген мақалаларында да сұхбаттарында да үнемі айтып келеді. Сондай-ақ президенттің жанында арнайы осы гендерлік саясат және демография жөніндегі арнайы құрылған ұлттық комиссия бар. Ол комиссияға разыңыз мүшесіздер. Сондай комиссияның бір қалалық комиссия біздің қаламызда да жұмыс істеуде. Бұл гендерлік саясат әрине басшылық құрамдағы қыз-келіншектердің санын көбейту, білім саласында қамтамасыз ету, денсаулық сақтау саласындағы, әлеуметтік қорғау салаларындағы осы саясатқа басымдық беру мәселесі бар екенін айта кету керек. Жалпы 2025 жыл осы гендерлік саясатын ілгерілету жолында ерекше бір жыл болды деп айта аламыз. Өздеріңіз білесіздер, биылғы жылы зорлық-зомбылыққа қатысты, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты заң қабылданған. Оның барлығының осы гендерлік теңдік саясатын ілгерілетуге өзінің ықпалын тигізетіндігі, осы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты әкімшілік тіпті қылмыстық жаза кесілетіндігі туралы да барлығын естіп біліп өз жұмыстарыңызды айтып жатырсыздар. Мұның бәрі өз жемісін береді деп ойлаймыз. Біздің мынау қала әкімінің жанындағы осы гендерлік саясат, отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссияда тұрақты түрде жұмыс істеуде. Ол жерде де біз осы мәселелерді кеңінен қарастырып келеміз. Сондай-ақ жастар мәселесіне, соның ішінде жас қыздарымыздың мәселесіне өте көп көңіл бөліп отырмыз. Олардың денсаулығына да көңіл бөлініп отырғандығын, осы комиссияда тұрақты түрде осы мәселелердің барлығын қарастырылғанын айтқымыз келеді. Жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау мәселелерінде де біраз алға жылжушылық бар. Жалпы биылғы жылы 15 мыңнан астам әйел адамдар жұмысқа орналасу барысында жұмысқа орналасу туралы өзінің өтінішін жолдаған. Оның 2800-і тұрақты жұмысқа орналастырылды. Енді әлеуметтік қорғау саласында да көпбалалы аналар бойынша да бізде атқарылып жатқан жұмыстар бар. 400-ден астам әйел кәсіпкерлік бойынша оқуға қатысып жаңа дағдылар игерді. Осы отбасылық құндылықтарды нығайту барысында мерейлі отбасы, бақыт мекені, отбасындағы зорлық-зомбылықсыз Қазақстан жобалары осы біздің қаламызда жүзеге асты. Осының барлығы әрине бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығар. Қалалық әкімдік бар. Мынау министрліктердің ведомстволық бағынышындағы департаменттер атап кететін болсақ, полиция департаменті, басқа да департаменттердің бірлесіп жұмыс атқаруының арқасында болып жатыр. Аманат партиясы да бұл жерде өзіндік рөл ойнап отыр. Міне Аманат партиясының жанында әйелдер қанаты да біраз жұмыстарды атқарып оң өзгерістерге қол жеткізіп отыр. Аманат партиясы Шымкент қалалық филиалының төрағасы Мұрат Жолдықожаев өз сөзінде әйелдердің қоғамдағы рөлі мен белсенділігін арттырудың маңыздылығына ерекше тоқталды. Ол әйелдер қанатының бастамаларын қолдауға дайын екендігін білдірді. Сондай-ақ отырыс барысында Аманат партиясының 2023-2027 жылдарға арналған халықпен бірге қалалық сайлауалды бағдарламасының жүзеге асу барысы талқыланды. Енді 9 айлық есеп бойынша орталық аппаратқа жуыр арада Астанаға барып есеп берген болатынмын партияның атқарылған жұмыстары бойынша. Енді 32 мыңға жуық өздеріңіз білесіздер, партия мүшесі бар қаламызда. 10 партия жанында кеңесіміз бар. Одан бөлек Шымкент қаласының мәслихатында 22 фракция депутаты бар. Ендігі кезекте осы біздің партияның міндеті халықпен бірге халықтың мәселесін билікке жеткізіп, ол
мәселені шешу жолында аянбай еңбек жасап келе жатыр қалалық мәслихат депутаттар. Енді айта кететін болсақ, жыл басынан бері 9 айлық есепте 255 депутаттық сауал жазған болатын. Соның 92% оң шешімін тапты. Ол партия бойынша үлкен жетістік деп ойлаймын. Одан бөлек 9 айда қоғамдық қабылдауға 8881 азаматтар қабылдаған болатынбыз. Сол қабылданған мәселелердің 82% оң шешімін тапты қазіргі таңда. Одан бөлек өздеріңіз білесіздер, жуырда президенттің жолдауы болатын. Сол жолдауда осы кеңес мүшелері, халық мәслихат депутаттары 63 президенттің жолдауын насихаттау бойынша іс-шара өткізген болатынбыз. Сондықтан көптеген партия жұмыстарды атқарып келе жатыр. Әрдайым халықтың аманат партиясы халықтың қасында бірге. Енді осы шешілген мәселелердің барлығы осы Шымкент қаласының әкімшілігімен бірлесіп, ауызбіршіліктің арқасында қаншама жұмыстар іске асып келе жатыр. Шымкент қаласындағы әйелдер қанаты 10 бағыт бойынша жұмыс жүргізіп, биылдың өзінде 70-тен астам іс-шара өткізген. Сондай-ақ 150-ден астам белсенді әйелді біріктіріп отыр. Женщины Шымкента демонстрируют высокую гражданскую активность и социальную ответственность. Қаламызда әйелдерді қолдау мақсатында семинарлар, қайырымдылық акциялары мен инклюзивтік фестивальдер ұйымдастырылған. Сонымен қатар алимент төлеуді бақылауды күшейту, әйелдерге арналған мультимедиалық бұқаралық ақпарат құралдарын құру және қаржылық сауаттылық курстарын дамыту сияқты жаңа ұсыныстар айтылды. Отырыста ел дамуы мен қоғам тұрақтылығында әйелдердің рөлі ерекше екені атап өтілді. Аманат партиясы алдағы уақытта да әйелдердің әлеуетін арттыру мен отбасы институтын нығайтуға бағытталған жұмыстарды жалғастырмақ. Басқосуда өңірдегі әйелдердің қоғамдық өмірге белсенді араласуы мен олардың азаматтық бастамаларын қолдау мәселелері қаралды. Сондай-ақ әйелдер қанатының жүзеге асырып жатқан жобалары мен алдағы жоспарлары қарастырылды.